Достар, біз Хивадамыз. Бұл жолы Low Cost Travel сіздерді Өзбекстанның Інжу маржаны Хиуа қаласына алып келеді. Осы шығарылымда біз тарихы әрбір көшесінен сезілетін Ичан қаламен серуендейміз. Ассалаумалейкум. Өз қолымызбен балық аулап, тандырдан нан пісіріп көреміз. Базар! Кешкі Хиуаның ерекше атмосферасын қайықпен серуендеп сезініп, базарда саудаласып, хан сарайы кешеніне барып, ұлттық өзбек киіммен естелікке суретке түсеміз. Күйеге мен бірінші рет отыруым. Егер Хиуаны бізбен бірге жаңа қырынан танығыңыз келсе, влогты соңына дейін бірге көріңіз. Ай қызым, бай қызым. Ал, алдымен бізді Хорезм жерінде қалай ерекше жылы қарсы алғанын көрсетейін. Это было неожиданно, это было очень круто. Рахмет. Бұлай қай ел қарсы алып жатыр екен бізді айтыңдаршы. Әрине бұл Өзбекстан. Ассалаумалейкум достар. Бүгін біз шығыстың Інжу маржаны саналатын Хиуа қаласындамыз. Ежелде Ұлы Жібек жолының орталығы болған бұл қала қазірде үлкен ашық аспан астындағы музейге айналған. Бұл влогта сонымен қатар біз Үргеніш қаласына бірге саяхаттайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, сіздермен әдеттегідей Диана және де біз саяхатымызды бастаймыз. Қайырлы таң достар, бүгінгі таңымыз бізде Ичан қаладан бастауын алып жатыр. Қазір менімен бірге Руслан Мырза осы Ичан қаланың тарихымен толығымен түсіндіріп бізбен бөлісетін болады. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, құрметті қонақтар. Қош келдіңіздер. Біздің Ичан қаламызға. Ичан қаламыздың енді бұл тарихын айтатын болсақ, бәрін айтамыз өте күшті. Енді тарихы өте тереңде жатыр. Бізде енді бұл қаламызда небір аламалар өткен, хандар өткен, өмірлер өткен. Біздің алдымызда міне көріп тұрғаныңыздай схема, Ичан қаламыздың схемасы, енді картасы деп айтсақ болады. Енді бұны ішінде орап алғаны, енді қаламен орап алған. Енді қала дегенде Ичан қала сөзі осынан келіп, қала дегенде город, иә? Енді бізде Иш шаһар деп айтады, Хорезмшада. Бізде міне территориямыз 26 гектар. 26 гектарны 2200 қаламен орап алынған. 4 қақпасы бар. Дүниені 4 жағына қараған. 4 қақпадан бірісі біз алдында тұрғанымыз Ата дарваза дейді. Ата дегенде бұл отцовский. Ата қақпа. Главный, ең основной қақпалардан саналып, мұнда кіріп шығып основной қонақтар үшін. Сіз сияқты. Енді біздің қаламыздың басталуы өзі, келіп шығуы 5-6 ғасырға тиісті. 2500 жыл алдын соғылып, бұл қаламыз, енді қаламыздың басталғаны пророк. Пейғамбарымыз Нух пейғамбарының ұлы Сам жағынан басталған. Не үшін десе енді бұл легендаларға да барады, тақалып барады. Қаламыз құм шөл болған бұрын. Шөлде өтіп бара жатқанда адамдар енді су ішкісі келеді. Су ішемін деп тұрады, енді бәрі енді колоннамен, караванмен келеді ғой. Сол кезде су ішемін деп тұрып құдық қазады. Құдық қазғаннан кейін құдықны қазып тұрып, одан су шығады. Суны ішіп хейвах деп айтып жібереді. Хейвах деген сөзінің мағынасы бұл қандай тәтті су деген. Бұл хейвах деген құдық бізде қаламыздың ішінде, енді северный западный части, мұнда хейвах деген құдық әлі ішінде бар, қаланың ішінде тұр. 13 минарет болған. Бұл минарет міне бұлай нетсе болады. Ана минарет башня біріншісі қасымызда тұрған төбеде. Төбе қарасаңыз, ана минареттер содан 13 болған. Енді онан басқа енді бізді қарасақ, бізде мавзолейлеріміз бар, мечеттеріміз бар ішінде. Мечет дегенде жұма мечет. Бұл жасқы мечетіміз. Майоликаларда оригинал сақталып қалған. Оригиналдықыны қандай білсе болады деген сұрақ по-любому пайда болады. Бізде асты жағы реставрация жасалған. Үсті жағы оригинал. Оригинал майолика плиткалар шигемен қатырылған. Номерларынан, каждый номерована. Көрдіңіз ғой?
Жалпы әр саяхаттың өз қызығы болады ғой. Бұл жолы мен сапарымда да бір ерекше оқиғамен есте қалды. Үргенішке қонған соң жолжүк лентасының жанында ұзақ күттім, бірақ шабадан сол күйі шықпады. Все, закончилось? Багаж жоқ, достар. Сөйтсем ол менің ресіммен келмей қалыпты. Бақтыма қарай сапарға шығар алдында халық мобильді қосымшасы арқылы туристік сақтандыру рәсімдеп қойған едім. Айтпақшы, қосымшаның сақтандыру бөлімінде туристік сақтандырудан бөлек автокөлікке, жылжымайтын мүлікке және бизнеске арналған сақтандыру түрлері бар екен. Мен үшін әрине туристік сақтандыру маңызды болды. Елді таңдап, өзіңізге ыңғайлы тарифті рәсімдей аласыз. Қажет болса, қосымша қызметтерді де таңдап, максималды немесе спорттық полисті де рәсімдеуге болады. Ең ұнағаны, қай полисті таңдасаңыз да жолжүкті сақтандыру қамтылады. Сонымен қатар, туристік сақтандыру мен күтпеген қосымша шығындардан да қорғау қарастырылған. Толығырақ ақпарат халық мобильді қосымшасында біле аласыз. Хиуадан құр қол қайту қиын. Магниттер, ұлттық өрнекті сөмкелер, керамикалық ыдыстар, жібек орамалдар, қолдан жасалған әшекейлер мен түрлі қолөнер бұйымдары. Бәрі де жақындарыңызға тамаша сыйлық, ал өзіңізге әдемі естелік бола алады. Достар, дәл осы жерден влогты паузаға қойып, Flyers'ta мобильді қосымшасына немесе flyers'ta.com сайтына кіріп, Алматы Үргеніш бағыты бойынша билетті сатып алып үлгеріңіздер. 3 қыркүйектен бастап тікелей рейстер аптасына 2 рет, бейсенбі және жексенбі күндері орындалатын болады. Ұшу уақыты шамамен 2,5 сағат. Яғни сіздерді Хиуа күтеді. Ал Хиуада жалпы Хорезм облысында кілем қалай тоқылады деген сұраққа бізді осы цехқа алып келді, кішігірім цехта. Бұл бір кілем тоқу үшін қанша ел керек? Xudo xohlasa 2 metrlik gilamlarimiz 1 yil davomida bitadi. 2 metr 1 жылда. Kichkinalari 6-7 oy davomida bitadi. Bir kunde qancha rad Kuniga 1 santimetr to'kiladi. Yo'q. Bir kunde 1 santimetr. No, shpargalka mı? Ha, mana shunga qarab, mana ko'rdingiz, mana shu gulimiz, mana shu yerga joylashgan. Mana bitta tugunimiz 6 ta harakatlanadi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Har bir tugunni turk stilda kirmak tashlab to'qiymiz. Keyin shu bitta liniya to'lgandan keyin bizlarning yana bitta ish qurolimiz bor. Mana qaychi shu bilan shunaqa qilib qirqiladi. Qirqib tashlangan ipakimizdan yostiq qilinadi. Jastik? Allergiyaga qarshi bosh og'rig'ini oladi. Miyakki. Үргеніш пен Хиуа қалаларын саяхаттап келген кезде сіздерге қажет болып қалатын мобильді қосымшалардың тізімі. Біріншіден бұл әрине Google Maps карта қызметін атқарады. Әлдеқайда оңай, тез, жеңіл жүктеп алуға кеңес беремін. Екіншісі бізге үйреншікті Яндекс қосымшасы, такси қызметі. Бұл жерде басқа қалалармен салыстырғанда өте арзан такси құны. Және де үшіншісі бұл VPN қосымшалары, себебі бізге үйреншікті YouTube және TikTok қосымшалары сәл-пәл ауытқумен жұмыс жасайды. Сол үшін VPN жүктеп алуға мен кеңес беремін. Ичан қаланың ішінде осы Көкнараны өткеннен кейін кішігірім дүкенше бар екен. Өзбек киімдерін жалға алуға болады, сатып алуға болады. Ендеше бірге киіп көрейік. Ал біз осындай образ таңдап алдық. Бағасы шамамен 10-15 долларды құрайды екен. Осылайша образдарыңызды киіп, кешкі уақытта, күн батқан уақытта фотосессия жасасаңыздар болады. Қазір көрсетемін.
Қайырлы таң достар, бүгінгі таңымыз біздің Ивлі Хавлы атты кішігірім қалашығынан бастауын алып жатыр. Қазір менімен бірге Сарвар ака осы жер туралы бізге толығымен түсіндіріп, көрсетіп, айтып беретін болады. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Жақсымсыз, құш келіпсіз. Қаламдарыңызды Хасанат. Ули Хавли бекінісіне қош келдіңіздер. Бұл Хиуа мен Үргеніштің шекарасында орналасқан, шамамен 370 жылдық тарихы бар көне түркмен бекінісі. Кезінде түркмендер бұл өңірге тыныш өмір мен су іздеп қоныс аударып, осында тұрақталып қалған. Бүгінде бекініс музейге айналып, Хорезмнің бай тарихы мен мәдени мұрасын сақтап келеді. Мұнда ежелгі тұрғындардың тұрмыс тіршілігімен, қол өнерімен және ғасырлар бойы сақталған тарихи мұралармен жақынырақ танысуға болады. Онымен қоса бізде түйелер, жылқылар, кілем фабрикасы мен фотогалерея бар. Фотогалереяда Орта Азияға алғаш болып фотоаппарат әкелген әйгілі фотограф Құдайберген Дивоновтың бірегей суреттері қойылған. Оның еңбектері арқылы сол дәуірдегі Хорезмнің тыныс тіршілігін өз көзіңізбен көргендей әсер аласыз. Біз әр YouTube айдарымызда атқа отыруға тырысамыз. Және де бүгін бізде ат, және де түйе. Ендеше кеттік. Опа, бісміллә. О, түйеге мен бірінші рет отыруым. Вау. Күшті. Қазір біз Мукадас ханмен бірге Хорезм облысының ұлттық тағамы шивут ашын дайындап көреміз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Bu vişi sort unumuz, bu şutni 200 gram misrovkadan chiqargani. Bunga bitta tuxum solamiz, bir qoshiq tuz solamiz. Давай. Bunga vişi sort Qozog'istonning vişi sort unini solamiz. Oliy namli un. Қазақстанның? Мукадас хан мен үйде вообще қамыр жаймаймын. Mana o'rganasiz endi. Иә, мен қазір Хиуаға келіп, бірінші рет істеп жатыр бәрін. Salam Qozog'iston. Ал өзіміздің дайындаған тағамымыз дайын болды. Ендеше қазір бізде түскі ас дәмін көрейік. Қызық дәмі, өте дәмді. Бір шпинатты алған тесто сияқты. Бұл жерде де осындай қатықпен, яғни айранмен жасауға да болады. Екінші нұсқасы тамақтың. Бұл сәл салқындатылған түрі. Жоқ, анау нұсқасы күштірек. Осы Ичанқалада Мирзабашы деген мейрамхана бар, және оның өзінің ұлттық тағамы бар. Ұсынатын. Осындай микс беріледі. Қарап тұрсақ, жаңағы біздің дайындалған тағамыз ортадан келеді. Мантылардың түрі тасқабақтан, еттен, қой етінен. Содан кейін біздің үйреншікті вареники. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай картошкамен, жұмыртқамен және де көк пиязбен. Қазір дәмін көретін боламыз. Тойып бара жатырмыз, бірақ біз бұның барлығы өте дәмді, сондықтан да қалай жемейміз бұның барлығын. Қамыры өте жұқа, өте нәзік. Бұлрап тұр ғой, бұлрап. Расымен де бұл өте дәмді. Ақша мәселесіне келетін болсақ, ұлттық валюта өзбек сомы деп аталады, және де 1 теңге шамамен 24 сомды құрайды. Жалпы картамен төлем еш қиындықсыз өтеді, тек базарларда, жаңағыдай кәдесый алатын жерлерде сіздерден қолма-қол ақша сұрамаса, басқа жерде қолма-қол ақшаның еш қажеттілігі жоқ. Ал достар, қайырлы таң, әдеттегідей біздің таңымыз дәмді таңғы астан бастауын алып жатыр.
Ал достар, біз қазір Хиуадағы ең ерекше локацияларының бірі Арда Хива кешеніндеміз. Жалпы бұл кешен жай ғана қонақ үй немесе демалыс орны емес, бұл өзбек халқының дәстүрі мен мәдениетін тереңірек сезінуге мүмкіндік беретін ерекше бір этно кешен. Ал ендеше бұл этно кешенде не бар екен, бірге қарастырайық. Арда Хива 2024 жылдың соңында ашылған Өзбекстандағы ең жаңа әрі ең ірі туристік жобаларының бірі. Кешен ежелгі жібек жолының рухынан шабыт алып, көне Хиуаның сәулеттік стилін заманауи демалыс форматымен үйлестіреді. 25 гектар аумаққа жайғасқан кешенде қонақ үйлер, шығыс базары, қолөнершілер көшесі, мейрамханалар, каналдар, амфитеатр, музыкалық субұрқақ және түрлі ойын-сауық аймақтары бар. Осында серуендеген сайын бір сәтте көне Хорезмнің тарихына еніп, келесі сәтте заманауи курорттың атмосферасын сезінесің. Белсенді демалысты қалайтындар үшін де мүмкіндік мол. Ума парк аквапаркі, әуенмен канал бойымен жүзетін гондолалар, картинг, балаларға арналған аттракциондар мен ойын алаңдары бар. Сондықтан Арда Хива тек қонып шығатын орын емес, бір күніңізді мазмұнды әрі есте қаларлықтай өткізуге болатын ерекше демалыс кешені. Ал біздегі келесі локация бұл Қуыршақтар театры. Дәл осы Арда Хива комплексінде Мансур Ака деген мықты шебер бар екен. Өзінің қолынан жүздеген қуыршақ дайындалып шығарылған. Басқа елдерде жалпы көрініс қойылымдар көрсетілген. Жалпы тарихи терең, аңызына бай. Қазір ішіне кіріп, осы қуыршақтармен бірге танысайық, кеттік. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ay kızım, vay kızım. Gözleri şahla kızım. Hoş gelipsiz. Добро пожаловать. Это у нас галерея. Все куклы в основном, 99%, изготовлены этими руками и моими помощницами. И здесь, как я уже сказал, в основном театральные куклы. Мной было записано уже более 30 пьес именно для детских театров, для кукольных театров. Эти, значит, пьесы ставятся, даже получают призы на международном уровне. Мен әр влогымда жауап беретін сұрақ бұл әрине қайда орналасамын деген сұраққа жауап. Әрине өзіңізге ыңғайлы бағада, ыңғайлы локацияда кез келген қонақ үй немесе хостел нөмірлерін жалға алсаңыздар болады. Booking, Airbnb, Astrovo қосымшалары бұл жерде қолжетімді. Және де өз басым егерде кеңес беретін болсам, бұл әрине Арда Хива комплексінен қонақ үй нөмірлерін жалға алу. Неге десеңіздер, себебі біріншіден локациясы өте ыңғайлы, қаланың орталығы, екіншіден жайлы, барлығы жаңа, таза, стилі де, интерьері де өте ерекше. Және де үшіншіден осы комплекстің өзінде біраз саяхаттап, демалып, отбасыларыңызбен асықпай серуендеп жүруге болады. Жалпы комплексте 8 қонақ үйдің 4-еуі қазір жұмыс жасайды, 4-еуі салыну үстінде. Және де қазір осы сол 4 қонақ үйдің әрқайсына кішігірім обзор. Арда караван-сарай, шығыс сәулеті мен заманауи жайлылық үйлескен қонақ үй. Кен бөлмелері мен ерекше атмосферасы демалысты барынша жайлы етеді. Арда Мираж, заманауи дизайнымен ерекшеленетін қонақ үй. Қонақтарға жоғары деңгейдегі сервис пен тыныш демалыс ұсынады. Арда Туран, тарихи Хиуаға жақын орналасқан жаңа қонақ үй. Дәстүрлі өзбек қонақ жайлығы мен қазіргі заманның барлық қолайлығы бір жерде тоғысқан. Ал кешкі асқа біз осы Арда Хива кешеніндегі Арда мейрамханасына келдік. Жалпы Хиваға келіп тұрып, қалай мен өзбек палауының дәмін татпай кетемін. Білесіздер, өзбекше палаудың аты бұл ош, сондықтан да бізде қазір ошқа дегустация. Сонымен қатар бізде шығыс тағамдары, оның ішінде кәуап және де қазан кебаб. Барлығын дәмін татып көргіміз келеді. Сәл қарнымыз ашты, сондықтан да кеттік дегустация. Өте дәмді, өте ыстық. Палаумен міндетті түрде айчичук салат келеді. Өте дәмді.
Өте дәмді. Достар, осы Ардахива комплексіне келген кезде міндетті түрде кешке дейін қалып, осылай кешкі серуенді гондоламен өткізуге мен кеңес беремін. Бағасы орта есеппен бір қайыққа 150 мың сом, бұл шамамен 6,500 теңгені құрайды. Қайырлы таң, достар, бүгінгі таңымыз біздің City of Magic концертті демалыс орнынан бастауын алып жатыр. Шамамен Хивадан 15-20 км қашықтықта орналасқан. Бұл жерде ең бастысы балық аулауы болады. Қазір мен қолымда қарымақ, өзім барып жеке аулайтын боламын. Сонымен қатар киіз үй стилінде қонақ үйлер, заманауи, өте стилі маған ұнады, өте ұнады. Және де садақ атуға болады, атқа мінуге, түйеге мінуге. Ал кешкі уақытта, күн батқан уақытта артымызда Қарақол құмы бар. Сол жерде күшті фотосессия ұйымдастыруға болады. Жалпы бұл жерде образдар беріледі, тапчандары бар. Меніңше отбасымен, достарыңызбен егер келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы жаққа келіп демалып, уақытты күшті өткізуге мүмкіндік бар. Ал достар, біз Өзбекстанға келіп тұрып, қалайша тандырнанға лепешка нан пісірмей кетеміз. Қазір Сана Барапкем екеуміз мастер-класс сіздерге қалай дұрыс нан пісіру керектігін үйрететін боламыз. Ассалаумағалейкум, әпке. Ассалаумағалейкум. Қазір мен достарыма көрсетсеңіз, қалай дұрыс, қалай істейтінін. Бірінші не істейді? Birinchi xamir qoriladi bizada Xorazmda bug'doy unidan. Keyin non achitilib qo'yilib, dro'ja, dro'ja, un, sut, yog', jir solinib xamir qoriladi. 2 soat tindirilib qo'yiladi. Achitgandan keyin zuvolalarga ajratilib, shunday qilib yoyilib. Samarqandda qalin ya, Samarqandda qalin, bizda yippa qilib yoyiladi. Пожалуйста, надеваем Спасибо большое. на пробу. Ова! Қазір тандырдың ішіне өзіміз нанды жібереміз. Ручку вот сюда просовывайте, чтобы не обжечь. Водичка обмазываем, чтобы лепешечка прилипла. И можете вот сюда, в эту часть прилепить. Давай. Отпускаю? Да, все. О, хорош. О, Все, я остаюсь шикарно. работать здесь. Все. ну, если тандыр не слишком горячий, от 5 до 7 минут потребуется для приготовления. Мясной патыр чуть больше, от 8 до 10 минут. Но иногда он тоже в течение 5 минут успевает приготовиться. Мы смотрим по корочкам, по цвету. Если он весь золотистый, то мы уже его можем снимать. Попробуйте вот с этого края, подсадить его. Да, снизу, вот так, вот так. Да. Вот. Подожди. Пожалуйста. Астық. Давай, кеттік. Еще раз снизу пытаемся подсечь. Вот. О! Кім комментарий жазады, соған лепешкамен тежене. Теріліп кетті. Жалпы бұның өзі бұл өнер, әркім жасай алмайды. Ал бұл жергілікті тұрғындар хорезм пиццасы деп атайтын ерекше тіске басар. Жаңа ғана тандырдан шыққан ыстық нанның үстіне сарымсақ, қызанақ, қияр, пияз және көк шөптерді салып дайындайды. Қарапайым болғанмен дәмі өте ерекше, әрі тойымды. Расымен де дәмді. Бұның дәмін көру керек, міндетті түрде. Вообще күшті.
Ал ендеше біздің дастарханымыз дайын, балықтарымыз пісті, нандарымыз пісті. Сонымен бізде қазір әдемі осындай көрініспен түскі ас. Ендеше кеттік. Бізде қазір бірінші сазан. Екіншісі бізде ол ақбалық. Екеуінің айырмашылығы ақбалық кішкене майлы. Қазір сазанның дәмін көрейік. Хиуада бүкіл тамақ ұнап отыр. Дәмді деп айта беріп, сіздерге қызық емес шығар, бірақ расымен де дәмді. Дәмді. Нурулабой сарайы Хиуадағы ең сәнді әрі ерекше тарихи кешендерінің бірі. Оның атауы ханның емес, Нурулабой есімді бай саудагердің құрметіне қойылған. Өйткені сарай дәл оның бағының орнына салынған. Жерін сатуға келіскенде саудагер жаңа сарай менің атыммен аталсын деген шарт қойған екен. Хан бұл ұсынысты қабылдап, содан бері бұл жер Нурулабой сарайы деп аталады. Кешеннің құрылысы 20 ғасырдың басында басталып, Хиуа ханы Мұхаммед Рахимнің бастамасымен оның мұрагері Исфандияр ханға арнап салынған. Бұл сарайда ресми қабылдаулар өтіп, шетелдік қонақтар қарсы алынған. Нурулабойдың басты ерекшелігі шығыс сәулеті мен европалық стильдің ерекше үйлесуі. Әр елде, әр саяхатта сол жердің сим-картасын сатып алу біріншіден уақыт бойынша, екіншіден ақшасы бойынша өте ыңғайсыз. Сондықтан да менен сіздерге беретін кеңесім бұл әрине eSIM функциясын пайдалану. Ол үшін сіздерге Freedom мобильді қосымшасындағы Freedom Travel бөлімі, Travel Mobile Telegram каналы және де Airalo мобильді қосымшасы үлкен көмек көрсетеді. Өзіңізге ыңғайлы бағада, ыңғайлы тарифте интернетті 2 секундта қоса аласыздар. Ал бұл Үргеніштің орталық базары. Осындай базарлар арқылы қаланың шынайы өмірін сезінуге болады. Мұнда жаңа піскен тандыр нанның иісі, балдай тәтті қауын қарбыз, шырынды жемістер, хош иісті дәмдеуіштер мен кептірілген жемістер көздің жауын алады. Жергілікті тұрғындар күнделікті саудасын дәл осы жерден жасайды. Сондықтан Хорезмнің нағыз дәмі мен атмосферасын сезінгіңіз келсе, міндетті түрде осы базарға соғып кеткен жөн. Өзім сүйікті жаңғағымды алдым, 1 килосы 70 мың сом, бұл шамамен 2800-3 мың теңге. Көбісі білмейді, Өзбекстанда 200-ден аса қауынның түрі бар, сенесіздер ме? Қазір дәмін көрейік. Өте дәмді. Жалпы Өзбекстанда нанның, яғни лепешканың түрі өте көп. Өзіміз осы күндер бойы пісірген нандарымыздың барлығы осында тұр. Томатный, тәтір, етпен, қара наны бар, әртүрлі. Осы жерден қазір нан алып кететін боламыз үйге. Ассаламу алейкум. Осы жақтың балмұздағын дәмін татпай кету мүмкін емес, сондықтан да 5 мың пұлға біз мороженое, яғни балмұздақ алдық. Үргеніш Өзбекстанның Хорезм облысының әкімшілік орталығы, әрі Хиуаға ең жақын ірі қала. Көпшілік бұл жерге Хиуаға бару үшін келеді, бірақ Үргеніштің де өзіндік ерекшелігі бар. Кең көшелері, жасыл саябақтары, заманауи ғимараттар мен жайлы атмосферасы қаланы аралауға өте қолайлы етеді. Сондықтан, уақытыңыз болса, Хиуамен бірге Үргенішті де міндетті түрде маршрутқа қосуға кеңес береміз. Ал енді әуежайдың ішінде не бар екенін бірге қарап шығайық. Мұнда ұшу-қону таблосы, әуе кассалар, тандыр нан сататын дүкен, багажды қаптау қызметі, валюта айырбастау орны және де VIP зал бар.
Влогымызды қорытындылай келе Флайерстан әуе компаниясының атынан Өзбекстан Республикасының туризм комитетіне, Хорезм облысының туризм басқармасына және де әкімшілігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылайша біздің 5 күндік сапарымызда қолдау көрсетіп, Үргеніш пен Хиуаның ең әдемі, ең көрікті жерлерін бізбен бірге аралап, қасымызда болғандарыңыз үшін қатты рахмет. Және де влогымыздың бас демеушісі Халық иншуранс сақтандыру компаниясына алғысымызды білдіреміз. Саяхат тек әсер емес, сонымен қатар қауіпсіздік. Сондықтан да сапар алдында өзіңізді де, жақындарыңызды да сақтандыруды ұмытпаңыздар. Сенімді сапар Халық иншуранстан басталады. Ал құрметті көрермен, осымен біздің Хиуа Үргеніш қаласы бойынша 5 күндік сапарымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрді бұзбай, менің қолымдағы саяхат сертификатын жасыратын боламын және келесі кадрмен қайда жасырғанмен бөлісемін. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана. Келесі қалада кездескенше. Біздің қазынаны табу үшін Арда Хива комплексіндегі су бұрқаққа бет алыңыз. Оған қарама-қарсы орналасқан ғимараттың дәл жоғары терезе бөлігінде біздің сертификатымыз жасырылған. Баршаңызға сәттілік!